Үстім шаң, үсті басым, бәрі, қолым бәрі шаң, үстің шаң болады. Бәлкім сағынғанша Үстің шаң болды ғой? Қалай жағдай? Мен қазір шықпаймау. Мен түнге қарай шығам, кеш бата. Бүгін бастықтар келе жатыр Қытайдан. Сонымен түнге қарай примерно кеш бата шығып қалам. Мақұл? Қазір қайта бер, мақұл? Одан кейін телефон тыңдамайды да. Осындай қызым бар десем, ауылдағылар сенбейтін де шығар ма? Қарбаев сен ба? Иә, мен ғой Басеке. Алейкумассалам, қаяқта жүрсің? Жоқсың ғой жұмыста? Бір жағдайлар болып қалып еді, Басеке, айтып берсеңіз. Жағдайлар болса сұранбай кетем ба не жұмыстан? Болды, бір айлығын бермеймін, бір ай тегін істейсің. Қалай айлығын бермеймін? 2-3 күн қалмы сонда Басеке? 30 күн істеп сонда 2 күн қалғаным үшін неге ақым жиындап тұрсыз сіз мен? Қытайдан тексеріс келатқан білесің ба бүгін? Бүгін келмегенде не істейтінің? Сәл мен жағдайыма кіріп ойлансай сен де. Келдім ғой енді Басеке. Сөй болды, ақшаңды бермеймін. Ол өзіңіздің қалтаңыздан шығарған соң неғып қиналып тұрсыз Басеке? Айдалада Қытайлардың ақшасы ғой. Жұмыссыз жүргенді реттет сен сияқты. Бүгін барып біреуін әкеп қоя салам орныңа, қиын емес маған. Болды, айлығым жоқ, істе жұмысын тез. Ондай әңгіме керек емес маған. Сен неғып тұрсың баштайшы жұмысқа. Болды, ақшыл жоқ. Ассалаумағалейкум, момын қалай жағдай? Уағалейкумассалам, жақсысың ғой? Шүкір, аман. Сен че, осы жерде ма жұмыс? Мына талдардың ар жағында ғой завод. Ешкім ит білмейтін жердің жұмыс тауып алыпсыңдар да, иә? Енді дұрыс қой, әдейіге халыққа көрсетпей салады ғой. Қытайдың заводы болғаннан кейін ертең қазақ провокаторлар көріп қойса, анау мынау жерімізді жалға беріп жатыр, өйтіп жатыр, дау болайын деп тұр да. Дұрыс. Че, қалай енді үйреншін дедің ба? Нормально, уже 1,5 ай болып қалды осы атқаныма. Че-то өзің настроение жоқ па? Анау Мери мен балғын ғой. Не болды? Тупой еще тупее деген кино көргенсің ба? Онда түсінбейсің сен. Айтса енді не болды? Анау Мери жынды. Балғынға, короче, аспаздық үйреткен ғой. И сөйтіп жұмысқа кіргізген. Жақсы емес па? Құтты болсын. Жақсы емес, наоборот, құтты болсын. Өзіңе құтты болсын. Вообще құтты болмасын. Не? Анау жынды Мери. То есть балғын екеуі. Тамақ ұрлап жеген ғой. Сөйтіп ар жақта ұсталып қалып, хай-пай болып, короче. Ой, тамақ. Енді айлығынан қысқартады болды ғой. Мен де басты сөйтіп ойлағам. Енді? Ол екеуі күніне 10 порция тамақ ұрлап жеген ғой. Қой, прям 10 порция тамақ ұрлап жеген. Бәсеп, балғын келеді, Мери чоты семіріп кеткен сияқты көрінеді. Сөйтсем 10 килограмм осыған кәдімдей. Ой, бай! 140 болды ма? 140 болды. Ой, бай! Осы ойладым, бекер құтқарды балғын деп ше. Құтқармай-ақ қою керек еді. Жоқ, адамда аңсап бір қанағат деген болу керек қой. Жоқ, ол екен атымен жоқ қой вообще. Бірақ бір жағынан ұсталған дұрыс болды негізі. Айтпесе, ана екеуі семіздіктен қарындар поқ өткізіп атылатын еді ғой. Барсай жұмысқа тез. Болды, қазір кіреміз. Администратор ғой бізде үстінен қарайтын осы ғой. Админ осы не болып деді? Ішілі құл сияқты жұмсамайды жер. Енді дұрыс қой бұл жерде Қытайдың заводы ғой. Қазақстанға тәртіп сондай болады ғой. Немнеге мұжып кеттіңдер, босай жетеді. Болды, қазір. Болды мен. Қазақ па, но? Қазақ. Мәңгүрт. Қытайлар сен құдайың бе еді, Отырардың қақпасын кезінде ашып берген осы сен сияқтылар ғой, білесің ба? Қытайлар келіп ананы өлтір десе өлтіресің ба? Өлдің бақшы деп. Бүгіннен бастап мына жерде жұмыс істемей жүрсің ба? Өзің барып жұмыс істе, Қытайлардың аяғын
сүйіп құл болып. Жүр кеттік. Тоқтаңдаршы. Не? Не патриот болып кеттіңдер ма не? Жүрші, әңгіме бар. Жүр. Бауырым, мен барлығын түсініп отырмын. Анау қара Қытайдың қазақ жерін жалға алып, завод салып жатқан. Ол заводта қазақ жігіттерінің қол болып жұмыс жасап жатқанын барлығын түсініп отырмын. Сен осының бәріне кім кінәлі екенін біліп отырсың ба? Кім кінәлі? Ең біріншіден қазақтың өзі кінәлі. Анау қара Қытай өз міндеттерін жасап жатыр. Дұрыс па? Біз Арабияда да болдық. Арабтармен келісімшарт жасайтын кезде олар біздің қоңырауды 1 жыл алған жоқ. Біз олармен жолығу үшін арттарынан жүгіріп, офиске кірген кезде алдарынан күтіп алып, жалынып жүріп құжаттарға қол қойдырдық. Ол құжатқа қол қойып жұмыс жасау барысында олар бізге бір көмектескен де жоқ. Жай ғана өздеріне керек қаражатты алып отырды. Мен бұны не үшін айтып отырсың маған? Сен бізді Қазақстанға қалай күтіп алғанын білесің ба? Бізді анау қара Қытайларды аяқтарын жерге тигізбей үлкендердің өзі күтіп алды. Қонақ үйлерге жайғастырып, ресторандарға барлық жағдай жасап, білесің ба? Тіпті бар ма, анау қара Қытайдың астына өзіміздің қара көз қарындастарымызды салып отырды астына. Сен түсініп тұрсың ба? Сондағысы қазақтарға беретіні анау арабқа беріп жатқан ақшадан 10 есе аз. Сонда да анау қазақтың компаниялары бір-бірімен таласып қырылып жатыр. Өйткені қазақтарда жерден басқа құндылық қалған жоқ. Сен не қарап жүрсің? Қалай жаныңа батпайды осының бәрі? Неге батпайды, сен мені түсініп отырсың ба? Менің отбасым барлығы Қытайда, бізді ол жақтан шығармайды. Біз сол жақта қимылдап жұмыс жасайын десең, бүргеннің қаласын басың жауып жүреді сен. Сендер өзі Қытайда қазақтардан көмек күтесіңдер ма? Біз сендерден күтеміз көмекті. Өкімет не қарап жүр енді осы? Ақыры осының бәрін біледі екен ғой. Енді қазақ ел болуына бізде бір ағдат бар. Қандай? Енді өсіп келе жатқан жас ұрпақтың ішінен білімді, батыл, жан-жақты IQ жоғары жас поколение шығып, мынау болып жатқан былыққа, жемқорлыққа араласпай, барлығын жөндеп, барлық қазақтың құндылығын қайтарса, бізді Қытайдан қайтарып, барлығын орнына келтірсе, содан шықса шықтық, шықпасақ сол күйі өше береміз. Маған басталсаңыз жатыр. Уақытым жоқ, сау болыңдар. Давай. Қарап тұрсам, дәл қазір қазаққа да бір Әлихан Бөкейхан туылу керек екен ғой. Мен не істеймін енді? Әрең тапқан жұмысым еді, одан шығып кеттім. Билік ете аласың ба? Билікті айдап жүріп қой. Мафетші? Айдау керек болса. Кредит бар ма атында? Бар ғой. Ойлап жатырмын да, менің атымда рассрочка мафет көрсек па деп. Сен ойламасай сен. Құр ойлау жеткіліксіз сияқты да бұл жерде ше. Просто ойлап көріп жатырмын. Қалай болады, не болады деген сияқты. Просто қоя тұр сен. Сен көрдің бе, сен ойладың да? Бекерден бекер емес ол. Сен ойлап айттың ғой. Құдайдың өзі сен аузыңа сап беріп жатыр да, ол қайыр қылсаң бітім бол дейді. Жігіт деген аузына қандай сөз шықты, істеу керек ол нәрсе, іске асыру керек. Просто ойлап Просто нең бар ойлан. Басында айтпау керек та ол кезде. Басында сөйлемеу керек. Аузынан шықты ма, істеу керек. Дұрыс па? Жүрсей просто алмаймыз, көреміз әшейін. Көреміз ба просто? Ап кетпейік әйтеуір өргіз. Момын тегін алайын деп отқан жоқ. Түсейік жын ма? Көріміз бар. Мынау қуады екен ғой, түстеймін. Не айтып отырмын саған? Жүре кетті, матет ба бір бөле алады саған. Батасы білсің, соғық қағып. Бір бөле қылып, жүре кетті. В общем, рассрочка. Сонда рассрочка болса да үстіне қосыла ма? Бастапқы айына қанша қосылады сонда? Примерно 100 мыңдай қосыла ма? Жоқ, енді амал жоқ. Амал жоқ, енді аламыз. Аламыз. Сол рассрочка ғой. Бұл, кетті. В общем, мені момын абайлап жүр енді. Біраз адам осыдан кетіп қалып жатыр. Бұл қателікті кешірмейді, екі дөңгелектер.
Дархан жүзі содан кетіп болды. Түсіндің ба? Бүйтесің, мына қара. Ей, мынау неде? Бір ай апкаткіден шыққанша жайдайсың. Сосын ішке кірген кезде сол жақ бетінде майлар тұрады. Вот сол майлардың біреуін алып құйып тұр, ауыстырып тұр. Братымнан сұрасаң өзі айтады. Братан айтасың, осылай көмек керек болып тұр. Көмектесіп жібересің ба деп өзі көмектесіп, өзі айтып жүреді. Сосын мынам мотоциклдер сияқты шаң кір емес, бір таза ұқсас, бір мопед, таза ұқсас, өзіңе жақсы, түсіндің ба? Давай жүр кет. Ой, жай! Че там, брат, қанша істеп жатсыңдар күніне? Вольт жақсы ма, негізі Яндекс жақсы ма? Гловадағылар кәдімгідей күніне 20 мың істеп жатыр екен ғой. Брат, негізі 2 адам отыруға бола ма мопедке? Сендерді де қысып кетіп жатыр ма машиналар? Негізі мопедті менсінбейді екен. Мопедті күліше кәдімгідей жүгірулерді кәдімгідей машина санамайды ғой, джип мініп алғандар ше. Мынау термосумканы суретке түсір деді, түсірдім, бірақ оған жұлдыз берілмей жатыр ғой. Сәл күту керек па? Саламатсыз ба? Яндекске жиналған бонустағы ақшаларды алайын деген едім мен. Жоқ, маған емес, басқа номер жазып жіберсем бола ма? Өзім Каспийім арестеді. Болды, Бегім Сұлу деген қыздың номерін жазып жіберем, соған аудара салыңыз, кеші Шұбаршуға дейін барған ғой, заказбен ше. Негізі мейрам күндері қатты болады дейді ғой, суши пиццалар, азанғы сағат 8-ден түнгі 12-ге дейін істесең ше, сол Алматыдағы ақшаны табасың. Не үшін сендер светофорға тоқтаған кезде тек қана жұдырықпай амандасасыңдар, жұдырықпай амандаспаса ақ қоя ма мопедіңізге? Брат, мына пробегі ше уже нормальный болып қалды, майын ауыстыра берейін ба? Негізі, брат, 60 емес 70-80-ге дейін барады екен, үлкен әйел айдап баратыр ғой мопед. Бұл кештен кешке айдағы зор екен кәдімгі, кешкі салқынмен ше. Болады екен істеуге. Бағана Нұрсаттан бір заказ алдым да, анау Старый город жаққа қарай апардым. Соның өзі примерно бір 1200 теңгедей болды да. Бірақ постоянно ондай заказдар бола бермейді. Мысалы, бағана Нұрсаттан вообще шыға алмай қалдым. Нұрсаттың ішінде примерно бір 500 теңгелік заказдар былай-былай жүре берді да. Сөйтінде анау Яндекстің филиалына барам дегенше әжептәуір жүріпсің. Бір орнына тұрсаң не болды? Әрбір жүріп. Ойбай. Сен аузыма қарап түсініп отыр екенсің ғой. Ау. Сүйкеніп тұрсың машинаға. Просто сүйкеніп тұрмыз ғой, не болды? Бері кешпен. Не болды? Не алып сүйкеніп тұрсың машинаға? Просто сүйкеніп тұрмыз, болмай ма не? Мен қызыммен тұр машина әңгімелесіп. Анау сен қызың ба? Иә. Мен бөріш бауырым. Оған несі? Жоқ ғой, братан, мен ешқандай лишний проблема керек емес маған? Жоқ, онда ешқандай проблема емес. Анау сенің болашақ жарың. Бізді қорғайды деп саған сеніп отыр ғой. Бауырым, ешқашан қыздың алдында абыройын түсірме. Ұрш мені. Абырой болып қалсын, ұрсай. Ұр деймін. Кет қал. Кет. Кет.